Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын, ешқандай да қайнатуды қажет етпейтін, барлығын турап тек банкіге салып, жаба салатын, бір дамшы суды да қоспай, осындай өзінің соғына әдемі болып шығатын керемет салатты рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде менің видеом соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп алыңыз. Ең алдымен бізге осындай жарты капуста қажет болады. Егер сізде капусталарыңыз кішкентай болса, барлығын қоса беріңіздер. Менде үлкен болғаннан кейін жартысын қостым. Дәл осы видеода көрсетілгендей ұзынша етіп, жіңішке қылып, яғни соломка қылып турап алатын боламыз. Барлығын турап алғаннан кейін газ отымызға қоятын осы ыдысымызға капусталарымызды салып аламыз. Сонан кейін бізге осы қызыл тәтті бұрыштарымыз қажет болады. Сіздер басқа түсті қолдансаңыздар да болады, ешқандай да маңыздылығы жоқ. Бірақ та мен осы әдемі болып көрінуі үшін осы қызыл түсті таңдадым. Барлығын капустамыздың үстіне салып дайындап қоятын боламыз. Сонан кейін помидорларымызды жақсылап жуып тазалап аламыз. Артық бөлігін пышақпен алып тастайтын боламыз. Міндетті түрде помидорларыңыз таза, ешқандай да шірімеген, бүлінбеген, яғни езілмеген болуы қажет. Бұл помидорларды да ұзынша етіп, яғни соломка етіп турап алатын боламыз. Барлығын турап болғаннан кейін осы тәтті бұрыштың үстіне қосамыз. Мінекей бізде барлығын турап салып алдым. Сонан кейін сәбізімізді жақсылап ашып, жуып, тазалап, осылай терканың көзінен өткізіп аламыз, немесе ұзыншалап турасаңыздар да болады. Менде оңай болу үшін осылай теркадан өткізіп алдым. Ең соңында сарымсағымызды турайтын боламыз. Қатты майдаламай, кішкене ғана үлкендеу қылып турап аласыздар. Турап болғаннан кейін оны да осы сәбіздің үстіне салатын боламыз. Ең соңында біз зеленді турайтын боламыз. Менде қазір кинза, сіздер өзіңіз қалаған зеленді қолдана берсеңіздер болады. Өте керемет дәм беру үшін осы зеленді қолданатын боламыз. Сонан кейін менде кішкене укроп қосатын боламын. Барлығын жақсылап майдалап турап, осы сәбіздің үстіне салатын боламыз. Құрметті менің көрерменім, маған әлі тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Дәміне қарай 2 ас қасық тұзымызды саламыз, және де бұл салат бізде 3 литр шығуы қажет, сондықтан мен 3 таблетка аспиринді езіп осылай салып жіберетін боламыз. Алдын ала езіп дайындап қойдым, және де сұйық майымызды қыздырып, ең соңында бетіне осылай құятын боламыз. Дәл осы видеоның астында описание бөліміне барлық рецепті толық граммымен қалдырым, сол жерден қарасаңыздар болады. Мінекей біз ыдысымызға барлығын турап салдық. Енді жақсылап тұрып, астын барлығын араластырамыз да 1 сағатқа сол жерде қалдырамыз. Мінекей менде шамамен 1 сағат өтті. 1 сағат өткеннен кейін осылай тағы да астын үстінен қарай жақсылап араластыратын боламыз. Иісі енді өте керемет болып шығып тұрады. Араластырып жатқан кезде байқасаңыздар, астында өзінің осы салаттың өзінің соғы шығатын болады. Өте керемет, ешқандай да су қоспай, өзінің осылай соғы шығатын болады. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта неше түрлі салаттармен бөлісетін боламын. Ең соңында банкаларымызға салатын боламыз. Мен алдын ала су моншасына барлығын қойып дайындап алған болатынмын. Ең соңында осы банкаларымызға салаттарымызды салып аламыз. Ешқандай да нығыздап немесе қатты бос қылып салмайсыздар. Осылай орташа қылып саламыз, және де салаттың өзінен бөлінген шырынын, яғни соғын бетіне құйып шығамыз. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Әсіресе бұл салатпен плов, картошка деген сияқты тағамдармен өте керемет үйлеседі. Сіздің жолдасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап, қысқа сақтап қойыңыздар. Осылай барлығын толтырып банкілерімізге салып аламыз. Ең соңында осылай астына шүберекті төсеп, біз банкаларымызды орналастыратын боламыз. Менде 4 банка шықты. Осылай 3-еуін бір үлкен ыдысқа саламын, қалған 1-еуін бір ыдысқа салып қайнататын боламын. Сонан кейін үстіне суымызды құямыз. Суымызды құйған кезде банкыңыздың ортасынан келетіндей қылып құясыздар. Қатты көп құймайсыздар. Барлығы мінекей осылай дайындап алдым. Менде банкілердің барлығы 1 литрлік, сондықтан мен 30-40 минут қайнатамын. Ал сіздерде жарты литрлік банкі болса, 20 минут қайнатсаңыздар да жеткілікті. Міндетті түрде қақпағын жабуды ұмытпаңыздар. Осылай жарты сағат қайнатып аламын. Менде банкалар 40 минут қайнағаннан кейін банкамызды алып, бетін осылай жауып тастадым. Міндетті түрде 2 күнге жылы жерге осылай бетін төңкеріп қойып қойыңыздар, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.